Жагрин, Сисимбаев. Финал на Изаке. Первый удар остается за Сисимбаевым. Просит его не торопиться. Угловые. Жагрин. Удар с разворота в корпус. Добавляет лоу. Входит с линии атаки Сисимбаев. Разрывает дистанцию очень своевременно. Ну и продолжает постреливать Жагрин. Кажется, сложнее ему найти дистанцию. Опять же, покороче рычаги. Сисимбаев в этом отношении может чувствовать себя очень комфортно. Очень спокоен при всем этом. Жагрин пытается раздергивать как-то соперника. Опять еще один халф-кик от него. Дальше по корпусу. Я қазір енді Сисимбаев өзінің қолының ұзындығын жақсы пайдалана алу үшін бар әрекетін жасауда. Жагрин керісінше осындай тіке соққылардың бірнешеуін қазір өткізіп алды. Енді қашықтықты кім дәл уақытында қысқартып жылдамдықпен үйлестіре алса мерейі үстем болмақ. Екі жауынгер де тік тұрып төбелесуге бейім. Осы Майза реалити шоуының ақтық сыны, ақтық жекпе-жек. Сисимбаев қазір сезімтал қимыл жасау арқылы осылай өз үстемдігін сәт сайын шегелей түсуде. Ол қолмен қарсыласының ішіне бір соққысын дарытты. Жагриннен жауап. Ну, как-то просто моментально пытается Жагрин выбрасывать удары. Постоянно суетиться явно при этом всем. Сисимбаев сдержан. Серьезную угрозу представляет в том числе и его джеб. Он опять комбинирует. На руках двоечка. Сдобрил это все еще удар по корпусам. А дальше перевод потек. Да? Вот так просто свалил он Жагрина на канвас. И оказывается в позиции сверху. Заблокировал. Ну, с другой стороны, Жагрин скорее просунул колено и не дает возможности Сисимбаеву пройти в более удобное положение. Жагрин қазір тізесімен тосқауылдап тұр қарсыласын. Әрі қимылдап кетуіне еркін мүмкіндік бермей. Қазір Сисимбаев енді шынтағымен жаңа шабуыл жасап көрді. Енді осындай төбесінен төндіре ауыр соққылардың бірнешеуін дарытты. Жагрин дегенмен де қарсыласта қалай да болса ширақ қимылдатпауға тырысуда. Аяққа тұрды. Жаман емес. 2 минуттай уақыт бар. Жаңа ғана Сисимбаев қарсыласын еш қиындықсыз аяқпен шалып құлатқан еді. Бірақ жігіттердің екеуі де осы тек тұрып төбелесуді жөндеп шешкен сыңайлы. Ну, как-то замедлился Жагрин. Медлительным выглядит. Явно пропускает серию очередную. Опять Жагрин сдобрил правым прямым. Сисимбаев просто буквально выгрызает пространство. Зажимает соперника. Жагрин пытается выйти к центру. Еркебұлан бара-бара батыл өктем шабуылдарға жол ашуда. Әсіресе осы соңғы минутта қазір Жагриннің соққыларының көбі ауа қармап қалуда жұмсаған жұдырығы. Өйткені Сисимбаев барлық соққылардың бағытын дәл көріп тұр. Жалпы енді тайминг жағынан Сисимбаевтың азда болса басымдығын бұл тұста айта кетуіміз керек. Жагрин құлаштай барып бір ұпыл жасап және тіке соққы осылайша Еркебұлан Сисимбаев Майза кім реалити шоуының жеңімпазы атанды. Осылайша келісім шартқа қол жеткізді. Құттықтаймыз. Өте тамаша жойқын соққы. Еркебұланның орындауындағы оң қолымен бағыттаған соққысы шынында бұл айқаста шешуші рөл атқарды. Одан кейін Жагрин
шалқалай барып құлағаннан кейінгі үстеме соққылар айқастың ақырғы нүктесін қойды. Осылайша Еркебұлан Сейсенбаев кәсіби деңгейдегі екінші жеңісіне қол жеткізді. Ақтаулық жауынгер міне Қарағанды аренада лық толған ММА фанаттары қиқу салып, найза реалити-шоуның жеңімпазын осылайша құттықтады. Но это только начало в карьере Глеба Жагрина, и надеюсь, что он не будет отчаиваться, но Сисимбаева поздравляем с абсолютно заслуженной победой. Уже и Нурбек Карбала. Dear ladies and gentlemen, referee Manap Kaptiv hold this in 4 minutes 18 seconds of round number 1. Winner by knockout, fighter of the red corner, Erkebulan Sissenbayev.